Енді соны біз кішкене қазір бір 40 минуттық Мирасхан әкеміз тез қысқадан нұсқа, потом сіздердің де ойларыңызды тыңдаймыз. Енді академияда бұйырса кездесіп жатамыз ғой, тағы да Алла қаласа. И тағы сол кезде ақылдасамыз. Мирасхан видеоны бір өшіріп сөйтіп сөздің арасында. Так, енді бір минуттан. Жалпы біздің мақсат алдыға қойған жоспарымыз, бізде енді Автомобиль командамызда ер адамдардың командасын жинайық деген бізде жоспар мақсатымыз бар. Ер адамдар бізде жиналып келе жатыр, жақсы мақсат деген жігіттер, әне жақсы бауырларымыз бар, тағы да біраз кісілер бар әлі, олар бізді нетіп жүр, бірақ қандай осындай эфир алған нелерге кішкене қолдары тиімі жүрді. Бізде енді алдыға жоспарымыз бірінші, біз қазір ұлдардың бір жақсы командасын құру, осы Илинкада біз Атомиді дамытамыз деген жоспарымыз бар. Бізде қазірден бастап уже офисқа кісілерді шақырып жатырмыз. Осында келіп, уже кісілерге осы жерде нелер өткізіп, өнімдер таныстырып, соны бірінші жоспар, осыған офисқа кісі тарту бізге. Масштабын енді біз прямо жан жақтан тартамыз кісілерді. Осы жыл Семейден де кісілер келе жатыр, тоже келіп қалу керек. Ол кісілерде осында келеді, Атомик көреді, продукциясы қалай, несі қандай, осы жерде кішкене үйретіп жүреміз, көрсетіп жүреміз деген сияқты. Екінші жоспарымыз, бізде енді командалық жұмыс болған соң, енді Атомида бізде реклама дейді, тағы да біз енді мақсат бар, Мирасханаға бар, бәріміз ақылдасып отырмыз. Біз қазір күшті контенттан видеолар нелер түсіріп, енді бұрынғыдай болмайды, как профессионально түсіріп, жақсы микрофондар, нелер, бәрін сондай аламыз енді. Өйткені Атомидің жұмысы, мен енді қазір уже несіне кіріп келе жатырмын. Қалай айтсам болады екен, андай жақсы несіне кіріп келе жатырмын. Сондықтан, тағы да үшінші нәрсе, біз подкаст түсіреміз. Ютубта біз канал ашамыз. Подкаст как положено. Подкаст бізде қалай болады? Подкаст бізде тоже екі микрофон. Осы офистің ішінде біз подкаст түсіреміз. Подкастта бізде Атомиға қалай келді, Атоми қалай жұмыс істейді, Атомидің продукциялары деген сондай подкасттар түсіреміз. Өйткені мен қазір көріп жатырмын да, ютубта подкаст деген нәрсені жоқ дегенде 400 мың, 500 мың, миллионға дейін адамдар просмотр жасайды екен ютубта. Ютубта жақсы просмотр жинавасақ, тоже ол күшті тоже. Сондықтан біз қазір подкаст түсіреміз, оған да заттар аламыз, микрофондар, бәрін, как положено, соның бәрін аламыз. Біздің жоспар енді сол. Келесі бізде тағы қандай, бізде жоспарымыз енді командамызды кеңейту. Бізде командамызға біз енді қалай айтсақ болады екен, сондай жұмыс істейтін, пысық, мен дейтін жігіттер болады өзі. Айтады, істейді, сондай пысық жігіттерді қазір, сондай бір мақтан жігіттерді қарап жатырмыз. Ондай жігіттер бар, істейміз деген. Алматыдан да жігіттер бар, тоже істейміз деген. Олар просто осы жылына академияға келе алмай қалды, жұмыстар болып. Енді Алматыдағы академия болса, онда келеді. Сондай жақсы кісілерді командамызға тартамыз. Сондықтан біз хотим масштабно работать дейді ғой. Кішігірім емес, не емес, прямо осы Илинканы полный. Ол Илинкада негізі жоқ. Біз бірінші болып келіп отырмыз Илинкада. Бірінші болып Атомик магазин ашылып жатыр мына жақта. Уже бізде строительный магазинде кісілер келіп, уже офистің адрестарын беріп, уже осында ақырын уже тартылып жатыр осында. Сондай жоспар бізде. Енді сіздер академияға келген кезде тағы да көзбе-көз сөйлесіп, тағы да болашаққа деген тағы да жоспарларын еленетеміз. И самое главное, ең бір тағы да енді ол майға қалады, май айына тоже масштабный план енді. Ол біз Атоминың атынан командалық марафонға қатысамыз. Бұйырса майдың примерно
20-сынан кейін ба солай ол марафон болады. Алматы марафон дейді. Үлкен самұрық қазына оның спонсор болады деген сияқты. Ол жерде 8.000 адамдар, 8.000 адам қатысады. 20 мемлекеттен қаншама адамдар келеді. И біз ана жерде сол организаторлармен заранее сөйлесіп, сол ненің алдында сөйлесіп айтып кетіп, біз хотим там стол қойып, не қойып, өзіміздің Атомидің продукциясын сол жерге қояйық па деген жоспарымыз бар. Енді біз ол жерге ол продукцияны қоятын болсақ, анау жерде, ол жерде деген енді қалай айтсам екен, жалпы марафонға андай мотивированный мықты адамдар қатысады да, вот ондай прямо сапалы өнімдерді қолданатын, соңында енді мықты адамдар ол жерге қатысады, келеді деген сияқты, например. Олар уже біздің өніммен танысады. И біз марафонға қатысқанда бізде енді Мирасан аға, мен бар, мақсат енді көреміз, ол кісі қалай қатысам десе, ол кісі де бір где-то ұлдардан біраз біз команда шығарамыз, где-то бір 7 адам ба шығарып алсақ марафонға қатысатын. И бірыңғай футболка тігіп, бірыңғай кеппімен, как положено, өйткені мен анда ошол марафонға қатысқанда көрдім. Олар бар, нелер бар, бәрлері футболкалар, нелерін там арттарына, инстаграмдарын бәрін жазып қойған. Анау кетіп бара жатқанда таза реклама анау жерде. Қаншама мың адам анау жерде жүреді. Уже Атоми деген кәдімгі уже продукция. Ана жерде, например, біз стол айтамыз, продукция береміз, біріне береміз, и все. Біздің инстаграмға, біздің неге тіркеліп, біздің, например, историяларына инстаграмға отмент етіп салып жібереді. Вот сондай бір арасында бір конкурс нелер ұйымдастырып қоямыз, например. Продукцияны сол жерде танытамыз. Жақсы мындай баннер нелер істеп, сондай енді жоспарымыз бар, сондайды өткізейік деген. Жоспарлар сол бізде. Тағы да енді қазір енді келіп жатырмыз, Елинкаға офисті көшіріп келіп жатырмыз қазір орныға, айтып бүйтіп уже бізден мына жақта Елинкаға келгеніміз бізге өте жақсы болды. Өйткені Елинкада бізде особенно кісілердің бәрі Елинкада ғой, біз енді олардың бәрі кішкене қалаға баруға кішкене уақыттары нелер болмай қалады. Мына жақта спокойно нетіп, осы Атомидің өнімімен нелермен танысады. Вот. Сондай біздің жоспарларымыз бар. Енді қазір уақыт өте келе тағы да неше түрлі идеялар қосамыз. Сында подкасттар өткіземіз, енді кісілер шақырамыз деген сияқты, сол подкасттарға қонақтар шақырамыз. Сол жерде Атомидің нелерін, продукцияларын рекламасы айтып деген сияқты, сондай нәрселерді істейміз. Бір таныс бір жігіт нелеріміз бар, өзіміздің тоже мықты жігіттер, соларды шақырамыз подкастқа айтып бүйтіп. Сонымен біз енді жалпы ұлдардың мықты бір сондай болашақта енді команда болсын, ол бәрімізге жұмыс істесек, енді бәрімізге пайдамыз тиеді ғой. Командада жұмыс істесе мықты бәрімізге пайдасы тиеді. Сол сияқты біз мықты деген прямо енді жақсы команда құрамыз. Қазір аяққа енді тұрып келе. Ол келесіздер, офисіне бәрін көресіздер. Сіздерге дайындалып жатырмыз, ана Алматыға осы біздің офисқа келеді деген кісілер келсе, соларға кішкене дайындалып айтып кетіп, Елинканы көресіздер. Так что сондай жоспарымыз бар. Қазір енді ана кеше мен Мархабат ханымға айтқан, мен бір осы моментті пайдаланып бір не айтып келсем. Всегда Атомида жүрген кезде всегда, например, мен джемперін киіп жүремін. Атоми деген көптің бірі. Соны всегда киіп жүремін. Кеше бір жерге барған кезде бір кісі үстімден қарап тұрды, бүйтіп Атомидің несін көріп, сіз деп осындай продукциясын қолданамын, айтайын бітемін деп. Сонда кісі маған біраз несін айтып берді, өмірбаян айтып берді. Ол кісі онкология дейді ғой, ракпен ауырған екен, қатты ауырған, прямо сондай қатты ауырып неткен. Содан кейін бәрі бар дейді, анда бардым, мында бардым дейді, уже болмайды дейді, уже кісілер айтты дейді, Индияға бар, Индияда жақсы емдейді деп. Соны ақыры болмаған соң Индияға бардым дейді, Индияда кішкене емделіп нормально болды, Қазақстанға келгенде жағдай нашарлап кетті қайтадан дейді. Содан кейін не істеймін дейді, өмір сүргім келіп кетті сол кезде дейді, өмір сүргім келіп кетті, жаған қысылып енді болмайды, ауру деген жеп бара жатыр дейді, не істерін білмеймін дейді. Сонымен айтып жүгіріп жүріп, бір кісілерден, бір врачтардан ба, үшін біреулерден сұрағым ғой, енді басқа енді амал жоқ енді, хотя
бір мүмкін бірдеме бар ма, қайда ішіп көрейін енді болмаса деп сөйтіп айтқан. Сол кезде бір врачтар ма біреулер айтыпты, осындай атомбиди химахим деген өнім бар депті. Соны сіз ішіп көріңіз, содан сізге көмегі тию керек депті. Өйткені біраз осындай жақсы нелер деп түсіндіріп берді, бір врач кісі айтыпты. Соны ол кісі ішкен, ай сайын ішіп отырмын дейді. 2 жылдан кейін, 2 жыл, 1 жыл 8 айдан кейін ба, рак 98% несі, андай өзі ол ұрықтай бір несі жойылып кеткен ғой, 98% дейді. Содан тоқтатпай 4,5 жыл іштім дейді ғой. Арасында перерыв жасадым, содан 4,5 жыл іштім дейді. Мен апайға қарадым да, енді ондай кісі, ауырған кісі, бастан сондай жағдай өткізген кісі маған айтып жатыр да. Сонда айтып жатыр да, вот атомидің өнімі самый лучший, мен осындайдан емделдім балам дейді. Мен ол кісіге айтқан видеоға түсіріп нетісіп алайыншы деп. Ол кісі білмеймін, что-то қысылды ма нетме, бала мен ондайға нем жоқ. Просто сен немді көргесін, мен осындай оқиғаны айтып бердім дейді. Вот сол кезде менің еще раз көзім жетті, атомидің болашағы бар. Атомиді мен жақсы жұмыс істей аламыз. Оның өнімдерін кісілерге жақсы үй алмайды, қызармайды. Андай историядан кейін вообще енді мен 100% уже все. Любой өнім, міне, жақсы, любой өнім, не, зунипасне, не, бәріне гарантиямен уже, күшті уже, ұялмаймын да уже, бетіміз таза. Вот сондықтан біздің жұмысымыз атоми адал жұмыс, продукциялары бағасына сай, сапалы. Вот сондай кісілерден сондай нәрсе естіп атқан соң уже болды. Тағы да мотивация болды маған уже кәдімгідей. Тағы да, ой, блин, мен дальше буду работать, жұмыс істеймін деген тағы да мотивация менде пайда болды. Одан кісілер жүр, например. Сонда бір кісі химахимді ала алмай жүрмін дейді, қолым жетпей жүр анаған дейді, мен ананы армандаймын, ананы ішемін дейді. Енді қазір болашақта мен ол кісіге айттым, мен сізге кішкене спонсор болып, сол химахимді көмектесейін алуыңызға деп ол кісі только айттым, атомимен жұмыс істеп нетсеңіз бәрі жақсы болады деп сөйтіп ол кісі қуанып нетіп қалды. Вот осындай жағдайлар атомимен тағы да жұмыс мотивация береді. Көзбен көріп естіп жатырмыз ғой, атомимен продукциялардың бәрін күшті екенін. Так что жоспарымыз командалық, бір-бірімізге қолдау көрсетіп, енді ана арасында эфиріне өткізген кезде мен енді өзім мойындаймын, мен арасында но кейін я максимально осындай нелерді, хотя мен өзім бір 2 жұмада, бір 3 жұмада өзім осылай бәлеріңіз бастарын жап осылай бір тақырып талқылап отырамын деген нәрсені, например, мен алдыма мақсат етіп қойдым. Вот, ол менің жоспарым. Өйткені адам жиі осындай нелерге нете берсе, адам үйренеді. Например, сіздер бізге осылай бізді эфирге шығарып, бізді қандай сіздер бізге
Что-то эфир дұрыс болмай кетті Мирасханаға. Иә, интернетқа Wi-Fi байланысты қосып болып тұр ғой деймін, Азамат. Мынау қайтерек деген? Дауысыңыз Қайсында естілмей болады қалды, екен Мирасхана? дауыс естілмей қалды сізде. Телеграмда. Онда қайсында? Команда бәйтерек па екен? Команда бәйтерек. Мені естіп тұрсыздар ма? Ступит деген жоқ Дауысыңыз па естілмей тұр, Мирасхана? Азамат. Мирасхан, Связь дұрыс болмай дауыстарыңыз тұр ау естілмей тұр. дейді. Связь дұрыс болмай тұр. Мен телефон бер. Что-то ну связь дұрыс болмай тұр. Кіріп кеткен. Қайта экран едім. Кірдім ғой, иә. Папа, мен кеттім. Қазір етек онда Wi-Fi қосып жіберейік. Мен өзім сіз кім жасадыңыз? Естіп тұр ма дауысым сіздерге? Что-то бізде связь дұрыс болмай кетті. Если тұр, я слышу. Естіп тұр да, мен что-то сұрап жатырмын, дауысым естіп тұрмын. Естіп тұр ма дауысым? Все, Да. айта беріңдер ма? Если тур, нормально. Бізде мынада связь болмай кетті. Так, енді сол жоспар. Енді Мирасханаға сіз неңізді айтып жібересіз ба ана таскаға жазған нелеріңізді? Аха. Мен өшіре тұрайын, иә? Адам аз ғой. Кенше, шықтың ба? Иә, сізден ал. Нашар ұстап тұр дейме? Я зато больше кірді екінші рет деп. Видимо, кіремей жатты, аға. Негізі Zoom деген бар еді, сол жақсы емес па негізі осы телеграмнан көрі? Zoom'да 30 минут сайын сөніп тұрады, анандай бесплатный, а так платный ол жерде площадка бірдеңе тоже. Телеграм жақсы, просто не болып тұр ғой. Қазір өзі жалпы интернет бізде Алматыда да нашарлап өткенде 1-2 сағат вообще звонокқа шықпай қалған даже. Ол, наверное, общий бірдеңе болып тұр ғой. Ертең праздник келе жатыр ғой, соған шығар мүмкін. Может, иә, мүмкін. Жиын болмасын етпесін дегендей ғой. Иә, жазға. Орталықтарыңыз құтты болсын, шыдамай жатырмын құттықтауға, қоныстарыңыз құтты болсын, әдемі, прям бәрі суп жаңы. Көруге ма? Мына жақты көрсетіңіз, иә, где вот продукция. Әлі пока. Пока әлі істеп жатырмыз әлі. Болады. Пока біткен жоқпыз әлі. Ничего страшного. Басы бар, главное. Рахмет. Біз енді бәріміз қыздар келіп, сіздерге сол негізге орталықтарыңыз көруге баруға Шашу шашпаймыз ба? Шашу шашайық. Обязательно. 31 күні сағат кешке сіздер келіп алғаннан кейін уже после неден кейін ғой, енді лидерскийдан кейін аға барамыз. Уақытын айтсаңыздар болды, біз келе береміз ғой. Уақытын айтып қойсаңыздар. Біз енді ойлағанбыз поезд кешке келеді деп, енді қыздардың бәрі таңертең келейін деп жатыр, потому что лидерский сол күні ғой 31 күні. Из-за этого где-то сағат 4-терде босайтын шығармыз уже бұйыртса. Сразу келеміз сіздер жаққа. Иншалла. Жақсы.
күтеміз, келіңіздер. Тұра беріңіздер, аха, Аха, уже аха. біраз күтті. Гүлзат, қайырлы кеш, Динара, қайырлы кеш. Жаңа кіріп жатқан серіктестер. Қош келдіңіздер. Бастай берейін ба? Я жалғастыра беріңіз, Мирасхан. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Жаңадан кіріп жатқан партнерлар, Гүлжан тәте, Гүлбақыт тәте, қалдарыңыз қалай? Қош келдіңіздер. Сол азамат біраз зат айтып тастады ғой, біздің енді жоспарымыз жаңағы. Мына жерге достымызды әкеліп қойдық қой, Гүлжан тәте берген. Енді жаңа айтып кетті ғой азамат стратегия туралы. 2025-тен 2030-ға дейін жоспар ғой бізде. Развивать ету дальше. Тұрып көрсете берейін. Енді бұл жерде барлығы қазір осы келесі жылдан бастап барлығы уже автомат болып жатыр ғой бәрі. Чат GPT, бәрі робот болады скоро, Құдай қаласа. Сондықтан бізде де автоматтандыруымыз керек, система деп айттық қой. Что Назерке ханым жоқ қой, сол айтайын деймін система туралы. Осы жолда екен, аха связь болмай келатыр деп жазды маған. Жолдамын деп кірем деп еді. Система сол барлығын онлайн жұмыс жасауымыз керек, барынша тырысуымыз керек. Енді мінекей де жазып қойдық қой. Стратегиямыз 2025-тен пока 2030-ға дейін. Самый главный арманымыз бар, алдымызда мақсатымыз бар. Әрекет дальше. Система автоматтандыру ең бірінші. Инстаграмды дамытуымыз керек, в первую очередь. Личный бред қалыптастыруымыз керек, обучение алуымыз керек. Дамытуымыз керек. Тоже аптасына бір рет шығып тұруымыз керек, прямо эфирға. Подсказдар түсіреміз. Үшінші. Одан кейін күніне жоқ дегенде мен өзім жаңа традиционный бизнесте болғаннан кейін маған көп адамдар келеді. Күніне жоқ дегенде 20-30 адамға ақпарат береміз. Жоқ дегенде барлығын айтып отырамыз. Кім болсын, білсін, білмесін барлығына. Көп адамдар біледі негізі. И және барынша біздің өнімді көруге, пробовать етуге не береміз, мүмкіндік береміз. Сондықтан мінекей жоқ дегенде ол қарамаймыз, біле ме адам, білмей ме айта беруіміз керек. Мысалға, сіздер, например, видео саласыздар ғой неге, инстаграмға неге, сол кезде просмотр көп болады да, лайктар аз болады, сол секілді да, сол ненің ішінен лидерлар іздеуіміз керек біз барынша. Бұл жерде команданы өсіруіміз керек. Команда жұмыс жасаған кезде жұмысымыз жеңілдейді барынша. Бір адам жасаймын деген ондай болмайды бұл жерде. Бұл жерде барынша барлығымыз біріміз үшін жұмылуымыз керек та, сол сияқты. Так. Сосын жаңағындай не жоспарда жылына 4 рет саяхаттау бар командамен. Команданы көргеннен кейін, команда егер орта жақсы болса, соған қосылады кісілер. Әрине, міндетті түрде. Осы Қазақстанда да жететін мысалға жақсы жерлер баратын, аралайтын. Сол кезде біз өзіміз көрсетіп қыдырып жүрсек, бізге адамдар қосылады. Ол факт, ол однозначно. Так, жаңағы егер командаң өсіп үлгере алмай жатсаң, автомат біз бір адам қоямыз осы жерде офисқа. Тіркеуге неге автоматым? Бір қыз қоямыз. Өздері тіркеп отырады. Енді офисіміз болады, продукцияны осы жерден алады. Ешқандай не жоқ, мысалға қазір беріп товар запаста тұрады бұл жерде барынша, чтоб ешқандай келген адам қорғалатпау керек, риза болып кету керек. И аптасына бұл жерде қазір жоқ дегенде енді айжана тұрады. Мен айтып жатырмын, аптасына 3 рет жоқ дегенде мастер-класс ұйымдастыр деп жатырмын барлығын. Түйді ғой бізде. Басынан бастап, басын жуындырып, шайын беріп, жақсылап, риза шығарып салуымыз керек қой барынша. Так, содан кейін чат GPT, оны Марфат ханым оқып жатыр қазір, бізге үйретеді деген үміттеміз. Так, сосын жаңа мастер-класс айтып кеттім. Біз енді қазір барлық магазин продуктыларға өзіміздің жаңа кішігірім зубный пастамызды, шампунымызды қойайын деп жатырмыз. Под реализация дейді ғой, солай қоямыз, обязательно міндетті түрде. Чем көбірек көрген сайын адамдар білетін болады, алатын болады. Біздің продукцияны бір алған адам, ол қайта ала береді, ол міндетті түрде. Оны көзіміз көріп жатырмыз оны. Так, ең бірінші бізге келген адамның қалай нетеміз, арман мақсаты болу керек.
арман, андай ұмтылысы болу керек, андай қалай айтсам екен, көзінде оты бар, жаңағы ынтасы бар, желаниясы бар кісілер бізге қосылады міндетті түрде. Егер сіз өзіңіз жанып тұрсаңыз, жаңағындай өзіңізді көрсетсеңіз, жүзіңізбен, ісіңізбен сізге міндетті түрде командаңызға қосылады, ол однозначно. Так, потом мен бәрі мүмкін. Во-первых, бірінші табиғи өнім, егер қымбат деп жатса айтасыздар, ең бірінші қаншалықты өнімді, мысалға шампунның өзі бізге мысалға мужскойларға 8 айға жетеді. Өзі ойлап қараңыздар, 8 айда сіз қаншама шампун ауыстырасыз, при этом жаңағы несі табиғи емес қой, химия, жаңағы фосфор, химиядан жасалады, мұнайлы қалдықтардан жасалады, барлық жаңағы зуни пасталар да, химия заттарымыздың барлығы біріншіден міндетті түрде химиядан жасалады основном, ал бұл жерде чисто табиғи өнім, сондықтан бұның болашағы бар бұл өнім. Так, ұрпаққа қалдыруды білесіздер өздеріңіз, ұрпақтан ұрпаққа болашағын ойлаған адам бұл жерге міндетті түрде тіркеледі, жұмыс жасайды. Сосын жаңадан келген кісілерді тіркей ғана салмай, оған өнімді қолданып көруге мүмкіндік беруіңіз керек. Қолданып көру керек біріншіден, одан кейін барып үйретуіміз керек, кабинет ашып қана бермей, оған қалай кіруді, қалай заказ беруді. Менде бар, например, жаңағы нелерім, партнерларым өздері кіріп заказ беріп жатыр. Корзинаға бір көрсетіп берем, өздері заказ беріп жатыр, Құдайға шүкір. Сол біздің жоспарымыз осы. Енді барынша біраз заттар айттық. Спонсорларымызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Енді основном традиционный бизнеста болғаннан кейін біз не бола алмай жатырмыз кішкене. Осы январда біз Құдай продавец қоямыз. Мүмкіндігінше шығуға тырысамыз. Атомимен хотя бы жоқ дегенде 30-40-50% жұмыс жасауға тырысамыз. Міндетті түрде. Так, бұл жерде егер сұрақтарыңыз болса, шығып қойыңыздар, қандай кімде болашақта қандай ұсыныстар бар, кім не қосалады, алып қосарларыңыз бар ма, мақсат қалай бір ауыз бірден айтсаң. Қайырлы кеш тағы да баршаларыңызға. Мынау енді связь дұрыс болмай әзерлеп кәдімгі тағатсыздан күтіп отырып қосылдық қой. Негізі жақсы, жаңа азаматта өте жақсы сөйлеп жатыр. Мирасхана, сіздікі де өте керемет. Осы жоспар барлығы жаңа айтып жатыр қой, айтып жатсыздар ғой. Ерекше команда болғалы тұр деп өз жалпы Мирасхана ағамыз өткенде де айттым ғой, мотиватордың мотивары бұл кісілік, мотиваторы деп. Бізде ер адамдар иә, соны айтамын. Бізде команда өсіп келе жатыр. Енді действительно жаңа айтып жатсыздар ғой, жоспарлар қаншама алда бар деп. Енді сіз бүйтіп шайналған нәрсені енді тек қана арарай жұтып жіберуіміз керек деп ойлаймын. Осы жоспар, осы барлығында жүзеге асырамыз. Сіздер мен біздер болып, команда болып, барлығымыз алла жазса. Тек сәттілік тілеймін. Марафонға, кстати, қатысамыз бұйырса. Айтайын дегенім сол, негізі жақсы маған ұнап отыр, бәрін көріп отырмын ғой. Әмин Мақсат, рахмет көп. Келесі. Мен қосайыншы. Гүлназик айтыңыз. Гүлназ, давайте. Қайырлы кеш баршаңызға. Менің сұрағым жоқ, бірақ мен просто тілегімді айтайын сіздерге. Қандай бағанадан бері көріп жатырмын. Міне, далада жүрмін, міне, жұмысқа кірмей, жұмысқа келіп. Я осыны тыңдап, бірақ кірейін, әйтпесе связь ұстамай қалады деп. Енді сіздеріңізге сәттілік тілеймін, Мирасхан мырза. Өте керемет. Өзіңіз сияқты балаларыңызда сондай прям энергия бәрі көрініп тұр. Только алға бар жақсылық тілеймін. Осындай Атомидің шыңына жете беріңіздер. Бәріміз жетейік, Алла қаласа. Сіздеріңізге сәттілік. Жаңа Азамат мырза жақсы бастап еді, бірақ кішкене связьбен не болып қалды. Қандай керемет тыңдап отыр едім. Ничего, енді Алла бұйыртса міне 3-4 күннен кейін академияға барып қаламыз. Сол кезде көреміз, мына офистарың құтты болсын.
береке болсын. Иә, өздеріңге, командаларыңда өздерің сияқты энергиясы көп жігіттер қосыла берсін. Сәттілік тілеймін. Амин, Қандай амин. керемет. Энергия жоқтар қоспаймыз. Дұрыс. Өзі солай ақырындап сондай адамдар жиналады ғой өзі. Атоми керек адамдар. Иә, өзі сортировкадан өтеді, иә. Сүзгіден. Иә, Азамат жаңа айтып жатыр ғой, осындай анандай жаңағы бір случайды айтып жатыр, жаңағы ракпен ауырған. Соны қарап отырып, менде маған да бір шынында да өзі осындай нәрсені көрген сайын әркімге өзі бір тағы да бір не қосыла береді ғой, білім қосылады, мотивация қосылады деген сияқты. Соны қарап отырмын, шынында да бұл атоми жер шарын ертең бүкіл әлемді жаулайтын сияқты. Өзім ойым сондай. Так что біз ең төбесінде қаламыз, Алла бұйыртса. Сондықтан бәрімізге сәттілік, команда, аман есен өстіп, істеріңізге береке берсін, Алла тағалам. Жақсылық болсын. Енді келесі кездескенше осы бұйырса Астанада кездесеміз. Сол менің тілегім. Көп рахмет. Керемет. Әумин, айтқаныңыз келсін. Мен өзім аяқтаймын. Рахмет, Гүлназ, рахмет тілегіңізге. Вот, енді мен де сол қуаныштымын. Илинкада бізде түгеліміз командамыздың осы орталығы болып жатқанына, Гүлжиянға поддержка беріп жатқанына Алла тағала разы болсын. Біздің вышестоящий үстіміздегі жетекшіміз жүрегі кен, қолы кен, ниеті пейіл кен, сондай кен болсаң кен болмайсың дегендей, осы қағидамен бізде алға ұмтылуға бұл өте көп сондай рух береді. Бізге қолдауға, және біз соны алып кетуіміз керек, жауапкершілікпен қарап, сол ашқаннан кейін есігі жабық тұрмай, әрқашан ашық тұрып, сондай жылулық ішінде, оны мен сенем сіздерде ол болатынына, және арнайы дайындадыңыздар осы орталықты, ниеттеніп, соған міне күні туды. Енді Құдай қаласа барып шашу шашамыз, Алла қаласа. Енді жоспарларыңызда керемет. Сол жоспарды сіз бірінші боп, осы Мирасхан, несіз ғой, аха жоспар деген сізден үлгі алып жатырмыз. Күнімді жоспарлайым, аптамды жоспарлайым, айымды жоспарлайым дегенге ол дұрыс, себебі жоспар болмаған. Иә, ол болмайды. Шынымен де жоспарсыз, ол уже алдыға не болады, бардак болады. Сол себепті осы тақырыпты ашқандарыңызға көп рахмет. Жоспар болған жерде әрекет бар, әрекет бар жерде берекет бар. Сол берекелі болсын кәсіптеріңіз, бәріміз ортақ қой енді. Біз әрқашан жандарымыздан табыламыз. Әрине мен алып жатқан біліммен бөлсем, мен оны өзім үшін емес, командам үшін соны алып жатырмын. Сіздерге алдыға жылжуға бір қадам болса да септігін берсін деп. Сол себепті анау Алматыдан апта сайын келем, 4 күн Алматыда болам, 3 күн Астанада болам. Менің күндерім негізі өкінбеймін. Өте көп адамдар кездестіріп жатырмын жолда. Және білім алған жолда Алла тағала қолдап, тек жеңілдігін бере береді дейді. Сосын жаңағы не туралы кеше маған айтқан Азамат аға, онкология туралы кісіге таңғалдым деп. Ондай таңғалатын біз уже шында ортамызда, өзіміздің структурамызда бар онкологиядан емделіп жатқан адамдар. Бізде Розалия деген кісінің жолдасы қазір емделіп жатыр. Ол кісіден қаншама адам келіп жатыр бізге командаға. Мақпал деген қыз келіп, көкірегінен өткенде не өтсе, результаты деген прям андай тоқтап тұр, метастаза кетпеген, және де бір несі азайған, кішірейген бір кисталары, бір киста азақ қана бір киста қалған, сол онкологияға подозревать еткен, күмәнданған. Соны операция жасаймыз деген, мен айтам, жасатпа, енді мынау азайғаннан кейін ол да рассасывать етеді ғой, іше бер. Все, говорит, сіз тыңдаймын, онда мен соны іше берем, химиясын да ала берем, химия-химда ішем, бірақ пышақты жолатпа по максимум дедім. Сосын бізде апа бар, былтырдан бері бауырынан онкология, ішінен су качать ететін 17-15 литрдан. Сол кісі міне жақында қуанышты хабармен барса дәрігерлер таңғалыпты. Сіз не іштіңіз? У вас результат ошеломляющий, КТ өткен ғой? Ошеломляющий жоқ қой мына неңіз. Қане іштіңіз деп таңғалған. Сосын айтқан, химия-хим іштім, атомиден Корея. 1 жыл үзбей іштім, сокнони іштім, расторопша іштім деген ғой. Осыны жалғастыра беріңіз деп дәрігерлер өздері айтыпты. Сондай біздің арамызда сондай результаттар көп. Розалияның жолдасы кишечник рак, ол кісі тоже сокнони бәрін ішіп жатыр. Даже дәрігерлер отказ берген,
неге болмайды деп. Химияға жарамайсыз, сіз шыдамайсыз, жүрегіңізді, денсаулығыңызда деп. Қазір 5-ші химия алып жатыр. Бірақ химиямен бірге біз енді химия алма, барма дәрігерге деп айтуға құқымыз жоқ. Бару керек, алу керек медицинаны деймін. Бірақ қосымша соған химия жаңағы дәрілер уытып батпау үшін, организм көтеру үшін, иммунитет болу үшін біздің өнімдерді ішуге кеңес беруіміз керек. Сондай аға шабыт береді біздің, осы менің өзімнің атомиге келгеніме тоже химахим себеп болып, інімнің жазылғаны маған шабыт берген. Сол бәрімізге осындай адамдарға жақсылық жасап, сауапты іс жасап жүре берейік. Әрине, біздің химахим ол чудо, ол деген аналығы жоқ өнім, және ол болашақ біздің қазақтың да халқын, әлем бойынша халыққа бір өмір беретін, сыйлайтын өнім деп есептеймін. Жақсы, рахмет бүгін тақырыптарыңызға. Мен де көп сөз сөйлемей қыздарға берейін. Кім айтады екен, сұрақтарыңыз қойыңыздар. Рахмет, Мархабат ханым, көп. Келген кезінде бір кілт алып кетесіз өзіңіз. Келген кезде осы жерге офисқа келіп тұрасыз өзіңіз. Ой, рахмет. Рахмет. Қандай сұрақтарыңыз бар, қойыңыздар. Мен өзім айтайын. Қазір уже уақыт азайды. Гүлбақыт ханым, қалайсыз? Bir ауыз сөз сізден деп. Мүмкін микрофоны өтпей тұрған шығар, істемей тұрған шығар. Академияға максимально дайындалып жатсыздар ғой. Көйлектеріңіз дайын ғой. Лента, көйлек, адамдарыңыз максималдық жинасақ, системаға келсек, система өзі бізге байқайсыздар ма, уже бір одни и те же костяк біз келеміз, потому что біз уже академияны түсіндік та не екенін. Уже біз сияқты адам қайталау керек біздің команда. Сол бізге сура сондай сан адам қосылу керек, хотя бы бір-бірден. Менде новичок келеді, поезда кеше танысқан қызым. Тоже солай, хотя бы әрқайсымыз бір адамнан әкелейік новичок, иә, академияға. Обязательно. Бізден команда 15 адам бар, Құдай қаласа. Вау, круто. Бірақ дресс-кодты пусть айтып қойыңыздар, хотя бы жоқ болса да енді максимально уақытқа бар, қазір Каспийден алып, голубенький рубашкаларды алып, ер адамдар табастыр ғой, әйел адамдарға блузка болсын, рубашка дайындап, бір команданың екен көрнекті. Жаңадан келгенде не жоқ андай, прямо талап етіп атқан жоқпыз, өздері біледі енді. Если командаға қосылып атса, айтамыз ғой. Бір ауыз айтқанда кейбір кісілер айтады, бізге неге айтпадыңыздар, біз екеуін едік деп, енді голубый рубашка деген табылатын зат сияқты. Ол мәжбүр емес, бірақ бір ауыз айта салыңыздар, болса киесіздер, болмаса жарайды дегендей. Қайырлы кеш, Мирасхан. Саламатсыз. Қайырлы кеш, менің де кішкене телефоным нетіп жатырына, жұмыста дұрыс естілмей жатыр маған. Баршаңызға қайырлы кеш, кішкене кеш кіріп қалдым, жұмыста едім. Бүгінгі тақырыптарыңыз өте керемет, жартылай болса да естіп қалдым. Мирасхан, ең бірінші сізді құттықтаймын. Керемет бір офис ашып, сондай бір атомияда жарқыратып жатыр екенсіз. Сізге ең бірінші байлық, денсаулық тілеймін. Осы офисіңіз өркендеп, үлкейіп, бүткіл Астананың бір керемет бір офисі бола берсін сізде. Әрқашанда сіздің әр айтқан тақырыптарыңызды тыңдаймыз. Өте керемет, нақты жауаптарға, сұрақтарға жауап беріп отырасыз. Артыңыздан бірге келе жатқан жігіттеріңізде тура өзіңіз сияқты болып, ұстаздан шәкірт озып, сізден озып бір сіздің төбеңізді көкке жеткізетін жігіттер болсын. Енді осы офисіңіз, тек қана офисіңізда мықты лидерлер келіп, сол жерде мастер-класстар өтіп, бүткіл халыққа, адамдарға, туған туыстарға бір кереметтей бір із қалдыратындай бір мекеме болсын сол жер. Бірінші тілегім сол сіздерге. Мен қуанам, сіздің осындай офис ашып, үлкейіп, көркейіп жатқаныңызға өте қуанам. Бәріміз бақыттымыз деп ойлаймын, осы атомидің арқасында жарқырап, жайнап, аман есен жүре берейік, атоми мәңгі жасасын. Алла қаласа,
Енді 2-3 күнде барамыз, барып өзіміздің әріптілігімізді айтып, бар жақсылығымызбен бөлісеміз, Алла қаласа. Сол барлықтарыңызға рахмет айтам. Кішкене жұмыста едім, ұзақ сөйлесе алмай тұрмын. Сондықтан мың жасаңыздар. Рахмет сіздерге көп. Рахмет. Аха. Қолдауларыңызға көп рахмет. Барынша. Мен Азамат жаңа көріп жатырмын ғой, Азамат молодец, Азамат сондай бір ашық жарқын, өзінің бар ішіндегісін түгел жеткізе білді деп ойлаймын, жартылай естіп жатырмын. Молодец, бұдан ары қарай үлкейіп, көркейіп, империал мастерға жетіңіздер. Ары қарай дами берсін, сіздің арқаңызда жігіттеріңіз осындай сізді қолдап, әрқашанда көтеретін жігіттеріңіз мол болсын. Біз қуанамыз сіздер үшін. Әмин, бір-бірімізді қолдап. Жақсы, Мирасхан. Рахмет сізге. Рахмет. Азамат екеніміз осы жерде стяжка қиып жатқан кезде, тиктокта бар, көресіздер, осы жерде ремонт істеп жатқан кезімізде айтатынмын, осы жерде офис болады деп, Азамат сол кезде маған қарап күлетін ғой. Ол кезде сенбейді ғой енді. Еркек секілді көрінетін ғой енді, Құдайға шүкір, мінекей. Ақырын ступенькамен, жаңағы баспалдақтан ақырын адамды ниет қойса, ең басы самый ниет қойса, сол арманға жетеді. Оған бір шыдамдылық керек, табандылық керек, сабырлық керек обязательно. Кез келген арман орындалады, егер өзіңіз шын ниетпен тілесеңіз, сол орындалады барлығы да. Әрине оған әрекет етуіміз керек, барынша еңбек ете беруіміз керек қой, тоқтамай. Біледі, Азамат қалай күні-түні жұмыс істеп жатқанымызды, оның барлығы сол жасаған еңбегіміздің жемісі осының барлығы. Қазір осыдан жасап жатқан жемісіміздің еңбегін 5 жылдан кейін қандай болады көресіз, Құдай қаласа. Тоқтамау керек барынша. Сондықтан жауапкершілікті алғаннан кейін любой жұмысты өсіретінде тек қана өзіміз. Бұл менің бизнесім, менің магазиным деп сөйтіп, өзің барынша шынайы жүрегімен қабылдап тұрсуымыз керек. Ол бастағаннан кейін. Егер жанандай алып қашып істеген ол болмайды да, істедің ба, до конца істеу керек. Сол кезде нәтиже болады. Финалда да сондай ғой, мысалы, жүгірген кезде соңына жету үшін до конца жүру керексің ғой. Сонда ғана финалға жетесіз ғой. Сол сияқты ғой, мысалға, өмірде. Өмірде де сондай, тек қана бұнда емес. Өмірде мысалға бір жерде отырып, мен кейде магазинде отырған кезде бір жерде отырып қартайып кеттім келмейді. Мен дамығым келеді, өскім келеді. Ешкімге жаңағындай не болғым келмейді, мысалға. Мынау болашақ ұрпақтарға бірдеңе көрсеткім келеді, үйреткім келеді, барынша тырысамын соған. Сол айта кетейін, сіздерге мотивация болсын деп айтып жатырмын тоже. Рахмет, енді Мирас, үйден шыға салып, бір үйден шыға салып, екінші үйлеріңізге кіре бересіздер. Бірінші үйлеріңіз өз үйлеріңіз, екінші үйлеріңіз атын үйлеріңіз болады. Наверное, 24-7 есік ашық бола бересіздер, машалла. Молодец, Мирасхан, қуанам сіз үшін. Сіз о баста айтқансыз, маған егер де ұнайтын болса, осы компаниямен до конца кетем дегенсіз. Сол сөзіңізде тұрдыңыз. Барлығына асықпай, аптықпай жетіп келе жатырсыз. Алла қаласа империал болыңыз. Әмин. Мынау барлық компаниялардың мысалға нелері, өнімдері әркімдікі өзіне жақсы ғой, әрине. Мен оған ешкіммен біреудің компаниясын жамандап, жақсылап айтпаймыз. Мысалға енді бастағаннан кейін, кеше бір алды күні бір қыз звондайды маған, біздің бір жерге шақырады мені презентацияға, короче. Мен айтам, сіз кімсіз, кімнен алдыңыз телефон десем, осы Атомидың группасынан алдым дейді. Сосын қандай компания шақырып жатсың? Гримлайн дейма, бірдеңе дейді, соған шақырып жатыр дейді. Сосын мен айттым, сіз қай өзіңіз не Атомидасыз ба, басқа жақта жүрсіз ба дедім. Ол кісіге сұрадым. Мен осы компанияда істегеннен кейін до конца ол компанияда істеймін деп барлығын айтамын. Өйткені ол анда-мында секіргенмен ол ешқандай нәтиже болмайды. Маған ол осы компания ұнады ма, мен до конца істеймін осы жерде. Сондықтан баршаға айтатыным, даже бізде осы группамызда да оказывается бар екен. Осы жерде істеп, басқа жерде істеп жатқандар да бар екен. Енді ол адам болғаннан кейін болады. Сондықтан енді әркім шешім өзі біледі ғой. Бірақ адам қазақ айтады ғой, бір жерде көгереді деп. Сондықтан бір жерде қаза берсең, бірдеңе алтын шығады дейді, сол секілді
бір жерде жұмыс жасауымыз керек қой, барынша тырысуымыз керек иә. Я бір точкаға бару керек. Пахангел айтқандай атоми для всех, но не все для атоми деген сөз дұрыс қой. Иә, сол ұнады. Тоқылдақтың өзі бір жерде тез құртын алады ғой өзін, сол секілді. Өте дұрыс айтасыз. Табиғаттың өзі барлығын бізге нетіп қойған ғой, көрсетіп қойған ғой. Сол. Ал келесі сұрақтарыңыз болса, алтын уақыттарыңызды алмаймыз. Біз жұмыстан кейін жұмыс жасаймыз, әлі істейтін жұмыс көп. Азамат аяқтап жіберсін, онда сөзін бір ауыз. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, болмаса осымен эфирді аяқтайық, рұқсат болса. Әрине. Сен істеп Сондай азаматты, иә. Енді? Көтермейді. Аха. Болды. Болды ғой да? Иә. Ана жерде мен тұрайын. Бұл жаққа тұрасың ба? Иә. Аяқтаймыз. Давай. Отырасың ба? Жоқ, мына жерде тұрам. Тұрып аяқтай сал. Жазира Хангырданеке. Саламатсыз ба? Мен тұрып, өзім. Так, бәрілеріңізге рахмет, алтын уақыттарыңыз бөліп, осылай біз тыңдағандар үшін. Енді команда болсын, осылай жоспармен немен бөлісу керек. Өкіметте, например, осылай жиналыстар болып отырады ғой, иә? Осы жұма сайын, среда сайын депутаттар жиналып, осындай не істеп жатырмыз, қалай дамып жатырмыз, еліміз қалай дамып жатыр, не істеуіміз керек деген сияқты. Сол үшін біз де Атомида осылай жұма сайын осы нелер өткізіп, қалай дамып жатырмыз, қандай өзгерістер болып жатыр командада, соның бәрін етіп. Міне бізде жоспар бәрі бар, алға қойған мақсат бар, тек қана бізден әрекет, берекет Аллахтан болады. Сол үшін сіздерге көп-көп рахмет. Еще раз айтамын, академияда Алла қаласа кездесеміз тағы да, сонда жақсы көңіл күймен, неменен осы академиямыз жақсы өткізіп, осы офисімізде сіздерді күтеміз, қонақ болып, ол бізге үлкен қуаныш, сіздер Алматыдан келіп, бізді осылай офисқа келіп нетіп жатқандарыңызға. Енді бәрімізге жұғысты болсын осылай, бәріміз офис ашып, бәріміз енді мақта лидер болып көтерілейік. Қазақ айтады ғой, ұстаздан шәкірт озады дейді, сондықтан озып кетіп жатсақ та оны өзі бір жетістік деп ойлаймын. Так что рахмет, осымен эфирімізді аяқтайық, уақыттарыңызды алмайық. Сау саламатта болып тұрыңыздар, ауырмаңыздар, денеріңіз мықты болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Рахмет, Азамат, берекесін берсін. Рахмет, Азамат. Рахмет бәріңізге. Академияда келсеміз Алла қаласа. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Тыныштыққа. жақсы Азамат, рахмет көп. Аза красавчик.